өзіміз ғой. Қайырлы кеш, сұлу да сымбатты НТК арнасының көрермендері. Эфирде өзіміз ғой бағдарламасы және сұлу да сымбатты жүргізушілеріңіз Дәулет Исраил. Мен Абзал Қамбаров, және бүгін бізде қонақта сұлулықтың символы десек те болады. Театр және кино актрисасы. Әнші. Қазір таңда продюсер. Режиссер ойын деп отыр. Демеңіз, біз тек мақтаймыз, себебі біздің өзіміздің ғой студиясына жайырындар келмейді. Бізде тек позитив. Бізде өзіміз ғой дейтін қонақтар ғана болады. Және де ерекше регалий. Қазақстан Жастар одағы серпер сыйлығының иегері Салтанат Бақаева. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Көргенімізге өте қатты қуаныштымын. Көзіміз тоймай жатыр. Өзіміз ғой. Салтанат ханым, мерекеңізбен. Күшті көңіл күймен отырмыз. Жақында Зулейха атты спектакль көрерменге жол тартады екен. Негізі театр әлемінде мен сияқты жандарды халтурщик деп айтады. Ол спектакльдің продюсері болып өзіңіз бой көрсеткен екенсіз. Миллиондап ақша кетіп жатыр. Өзімнің жиған тергенімді салып жатырмын қазіргі уақытта. Сізге және де Әлібек мырзаға қатты риза болдым, себебі үлкен сахнаны көрсетіп жатқаныңызға мен де қуанышты болып тұрмын. Әлібек кез келген адамды шақыра бермейді. Көректі бірінші біреуінде күніне 70 қыздар ұзатылса екен. Күйеуге шығыңызда. Әмір, анаңызға бір мягкий игрушка қарызсыз осы тұрғанда. Масқара болды. Жоқ, сен мен айтқан жолмен жүресің, сен мынау болмайсың, сен бір көргенде ұнатпай қалған жігіт түбінде жақсы бір партнер бола алады. Күшті. НТК арнасы көңіл күй сыйлайды. Өзіміз ғой. Мен өмірде сізді көремін деп ойламаппын, шын айтамын. Арманың орындалды ма? Иә, шын айтамын, қатты. Мен андай творчество деп, шығармашылық деп өскенмін ғой, ше. Бірақ бұрыннан көретінмін ғой, бірақ өмірде көремін деп ойламаппын. Менің ойымша, бәріміз бір салада жүрген соң, біздің кездесуіміз ол міндетті түрде болатын сәт, тек ол уақыттың белгісіз. Біздің қонағымыз Салтанат ханым жайдан жай келген жоқ, өзінің керемет жаңалығымен келіп отыр. Өте күшті жаңалық. Жаңалығы туралы бізде Абзал күшті айтып береді, себебі біздің Абзал осындай театр саласына қатты қызығады және де көптеген шығармаларды оқиды, зерттейді. Мен жақсы көремін. Және естіген жаңалығым бойынша жақында Зулейха атты спектакль көрерменге жол тартады екен. Және сол спектакльдің продюсері болып өзіңіз бой көрсеткен екенсіз. Дұрыс, жалпы енді актер болғандықтан үнемі жұмыс барысы үстінде жүргіміз келеді. Өзімнің осы театрға деген махаббатымды осылай білдіргім келді. Қандай шығарма қойсақ екен деген оймен жүргенімде Әлібек Өмірбекұлы деген өте мықты режиссерға хабарластым. Бірігіп бір жұмыс жасайық деген ой білдірдім. Ол келісімін беріп, бірнеше шығармалар берді. Осыны оқып көр, осылардың ішінен біреуін таңдап сахнаға қояйық деді. Мен сол шығармаларды оқып шықтым. Ішінде жүрегіме қатты әсер еткен Зулейха открывает глаза деген роман болды. Бұл Ресей жазушысы Гүзел Яхина. Осы шығармада тоқтаған соң біз енді кез келген шығарманы бірінші сахнаға шығармас бұрын жазушының рұқсатын алу керек. Біз енді ойладық, Ресейге барып іздейміз, ол қай жерде екен ол кісі. Қазір таңда қайда екенін. Сөйтіп іздей бастағанда бізді тосын сый күтті десем болады, өйткені 2 жылдан астам Гүзел Яхина Алматы қаласында тұрып жатыр екен. Бұл біз үшін, мен үшін бұл бір жақсы жаңалық және дұрыс бағытта келіп жатырмын деген сөздің белгісі болды. Бір белгі болды, мен үшін белгі болды, дегенмен өзінің шарттары болды. Мысалы, осы шығармадан алшақтап кетпесеңіздер, дәл осы менің жазғанымдай, осы менің оқиғамды сақтап қалсаңыздар деген ниеті болды. Ал режиссер оны қалай қояды, өзінің көзқарасы, өйткені әр режиссердің өзінің көзқарасы бар, және не үшін, не себепті осы қойылымда не айтқысы келетін ойы бар. Сондықтан сол ойға ол кісі араласпаймын деп айтты. Сондықтан Гүзел ханымның шарттарын ұстана отырып, біз жұмыс істеп жатырмыз. Өзіңіздің көзқарасыңызбен жасадыңыз. Өзіміз ғой.
Менің ойымша өте қызық шығарма, енді оқыдым деп тұр ғой, енді өте ауыр шығарма, ауыр шығарма, ауыр тақырыптағы шығарма. Өте сәтті шықты деген ойдамын. Иә, бұл тақырыпта және маған қатты жүрегімді қозғаған нәрсе ол бала мен ананың арасындағы қарым-қатынас. Менде өте қызықты сондай жағдай болды өмірімнен, егер рұқсат етсеңіздер айтып берейін. Ойбай, сізге арналып отырған эфир айта беріңіз сіз. Менің балам 5 жасында туған күнін жасады. Бұл ой не үшін келді, соны айтып берейін. 5 жасында туған күнін жасады. Күшті балам, 5 жасында туған күн істеп жүрсең күшті ғой. 18-ге бәрін істедік қой. Содан балам өзінің құрбы қызын шақырды. Еще құрбы қызы бар, еще 5 жасар баланың құрбы қызы бар. Содан енді жаңағы біз туған күн жасаған орталық туған күн иесіне сыйлығын береді. Мерекенің соңында сол сәт келгенде ол жаңағы көзін жұмып бір қорапшаны ашты, ішінен ойыншық шықты. Мягкая игрушка дейді. Содан ол кішкене көңілі түсіп қалды. Мен үлкен баламын, жігітпін, маған бұндай ойыншық керек емес қой деді. Сол сәтте шынымды айтсам, мына жерде мен тұрмын, мына жерде жаңағы Элина деген қыз тұр. Болашақ келініңіз тұр дейсіз ғой. Қазір олар араласпайды десек те. Уже ұрысып қойған ма? Уже 5 жаста уже қосылып ажырасып үлгеріп жатыр ма? Жаңағы сол жерде мен енді ана сыйлықты маған сыйлайтын шығар деп тұрмын ғой. Мама, рахмет, осындай керемет мерейтой маған істедің деп бере ма десем, ол маған бермей Элинаға берді. Масқара болды. Әмір, анаңызға бір мягкий игрушка қарызсыз, осы тұрғанда. Ертең тағы бір туған күн болған кезде міндетті түрде беріңіз анаңызға. Жоқ, балам, Аллаға шүкір, өте мейірімді, жақсы, үнемі маған қарайласып, көмектесіп отырады. Мен жалпы 4 ұлым бар. 4-еуі де әр қашан қасымнан табылып, көмектесіп, үй шаруасына да болсын, кез келген сәтте үнемі мені қолдап отырады. Біз Зулейхаға оралсақ спектакльде, актерлық құрам өте күшті. Өте күшті каст. Сіз продюсер ретінде актерлық құрамды өзіңіз жинадыңыз ба, қателеспесем? Иә, өзім және режиссермен бірлесе отырып, біз бірге шешім қабылдадық. Негізі мен режиссерға көптеген актерларды ұсындым, бірақ ол өзі таңдады. Өзім осы актер жақсы келеді деп. Ол тек қана жаңағыдай танымалдылығына емес, бірінші мастерствосына мән берді, және де жалпы Әлібектің бағытында жұмыс істей алады деген актерларды таңдады. Бұл жерде сізге ұсынысыңыз қабылдаған жандар шын мәнінде шығармашылыққа адал жандардың бірі деп ойлаймын шын мәнінде. Шығармашылық үшін жанын беріп жатқан жандардың еңбегін бағалап, міндетті түрде осындай керемет спектакльге бару қажет. Өйткені бұл жерде қаншама уақыт дайындалады, оның барлығы мысалы еңбек, еще мысалы театрға дейін махаббат ешқандай құнсыз жұмыс істеп жатыр, ақша алмай жұмыс істеп жатыр. Сол себептен міндетті түрде сіздер шын сезімін білдіретін жұмысты барып көру керексіздер ғой кәдімгідей. Салтанат ханым, одан бөлек сіз керемет актриса ретінде білеміз, керемет әйел адам ретінде білеміз, керемет 4 баланың 4 бірдей жігіттің, 4 бірдей жігіттің анасы ретінде білеміз. Ал ерекше мейрам, аналар күні, аналар мерекесімен сізді шын жүректен құттықтаймын, және сізге арналған біздің ұжымның атынан кішігірім сыйлығымыз бар. Бір секунд. Ұжым болғанда мен көп ақшасын мен қостым. Көп бөлігін мен бердім. Салтанат ханым, мерекеңізбен. Күшті көңіл күймен отырыңызшы. Күшті көңіл күймен отырыңыз. Ұсынысыңызды қабылдамаған актерлардың номерларын удалить етсеңіз де болады. Және де қабылдамаған актерлардың тізімі. Оның орнында сіздердің номерларыңызды жазып қойын ба? Иә, жазып қойыңызшы. Біз сізге осылай гүлдей құлпырып жүре беріңіз, өміріңіз осындай тәтті болсыншы. НТК арнасы көңіл күй сыйлайды. Жалпы осындай шығармашылық бірлестіктің жиналу алғаш рет, қателеспесем, осылай қиын болмады ма? Енді қиындықтар туындап жатыр, дегенмен біз барынша ыңғайлы уақытты іздеп, ұштастырып жасап жатырмыз. Тағы да айтып кетейін дегенім, біздің художник по костюмам өте жақсы. Естеріңізде болса, жақында Мұхтар Шахановтың фотосессиясы болып, сол жерде стилист болып, өзінің бой көрсеткен жігіт біздің ұсынысты ол да қуана қарсы алды. Жалпы айтып тұрмын ғой, бұл жерде нағыз творчествоға түбі
түбегейлі берілген жандар жиналған дүние. Сондықтан менің ойымша өте бір жақсы дүние шығады деп үміттеніп отырмын өзімде. Біз де қатты сенеміз. Бір сұрақ қойып кетір. Мысалы, мен Рауанды танимын, осы студия қонаққа келді. Бірақ мен оның сериалдарын көрдім, киноға түскен көрдім, бірақ мен театрда ойнағанын көрмегенмін. Мен де көрмеймін. Осыған дейін театрда ойнаған ба? Театрда ойнамаған екен, бірақ сендіңіз ба? Ол колледжді бітірген, біздің Жүргенов атындағы колледжді бітірген, сондықтан әрине мен сенемін оған. Және де Әлібек өзі оны шақырды. Әлібек кез келген адамды шақыра бермейді. Демек, Рауанға деген көзқарасы бар, және де Рауан соны істей алады деген дәлелі бар. Оның үстіне Рауан қазір жұмыс барысында мен байқап жатырмын. Рауанның фантазиясы өте мықты. Біздің жалпы актерлік жұмыста фантазия, жандай сол жағдайда тез бір шешім қабылдап, сондай нәрселер кез келген адамда бола бермейді. Сондықтан соның бәрі Рауанда бар. Сондықтан мен оған сенем, толықтай сенем. Тіпті қазіргі уақытта кейбір мастерствосы мықты актер деген балалармен бірге сахнада ешбір жаңылмай өз рөлін жоғары деңгейде көрсете алады. Керемет. Сізге және де Әлібек мырзаға қатты риза отырмын, себебі сіз өзіңіздің алғашқы тырнақалды туындыңызға тоже енді мына театрға келіп жатқан баланы шақырып, сенім артып, үлкен сахнаны көрсетіп жатқаныңызға мен де қуанышты болып тұрмын. Театр өнердің шыңы деген нәрсе бар. Ол Рауанның да жас актер ретінде қанша киноға, сериалға түсіп жүрсе де, театр сахнасында өнер көрсету бір бөлек деңгей деп ойлаймын. Ол үшін бір мәртебе деп ойлаймын. Әрине, ол дәл солай, және осы ойымызбен түбегейлі келіскені, осы ұсынысты қабылдағаны деп білемін. Керемет. Жалпы менен мындай сұрақ. Өзіңізге қалай екен продюсер болған? Қиындықтары, ерекшеліктері, оңай, жеңіл тұстары мүмкін? Ешбір жұмыстың жеңіл тұстары болмайды. Кез келген бұл жеңілдік пен қиыншылық сәттерін сен неғұрлым өз жұмысыңды жақсы көрсең, тіпті сол қиыншылықтың өзі саған, жалпы қиыншылық деген нәрсене мен жақсы көрем. Қиыншылық болып жатқан жағдайда мен өзіме, өйткені сондай сәтте мен көп нәрсені ізденіс барысында жүріп, көп нәрсені ой түйем біріншіден, екіншіден сол сәтте мен шыңдалып, одан бетер жауабын тапсам, демек ол маған одан бетер ыстық болады. Және де жалпы менің ойымша мен енді анда да мында да жүгіріп жүрген жандардың бірімін ғой. Негізі театр әлемінде мен сияқты жандарды халтурщик деп айтады. Неге? Енді сондай бар, өйткені мен әншілік жағында той-томалақтарға естіген бар еді. Сондықтан сол жағынан мен жалпы өзім театр әлемінде кішкене, қалай айтсам екен, осы спектакльмен де кішкене мен ондай емес. Мен халтурщик емеспін. Жоқ, менің айтайын дегенім, жалпы біреуге емес, өзіме. Мысалы, менің жан қалауым ол театр сахнасы. Театрда өнер көрсету. Мен сахнада жүргенімде шынайы демалам, мен сол жерде рахаттанам десем де болады. Оның бәрі артық етпейді. Сондықтан осы дүниені тездетіп, өзіме қайта оралтсам деген сезіммен осы дүниені жасап жатырмын. Мен ойлаймын, халтурщик емес, жан-жақты деп айтқан күшті сияқты. Сегіз қырлы бір сыл дейді. Иә, актерлік құрам сізді қолдап келіп жатыр, ойнайын деп жатыр бұйырса. Бірақ сонда да бір қаражат кетіп жатыр ғой. Әрине кетіп жатыр, ол деген. Соны айтайық деймін, көрермендер қазір ойлап қалмасын, ой, мынау бәрі тегін болатын болса, ол театрға келетін болса, ол не болады? Біз ақ театрға жүрмейміз ғой деп. Иә, біз ақ ондай театрға сүймейміз ғой сонда бәріне. Мысалы, костюмдер, оның тігісі, оның матасы, декорация, оның бәрі қып-қызыл ақша. Ол жақта миллиондап ақша кетіп жатыр. Енді бұл менің идеям болғандықтан
өзімнің жиған тергенімді салып жатырмын қазіргі уақытта. Әрекет бар жерде берекет те болады деген ниетпен жүрмін. Алдағы уақытта менің өзіме қызық сұрақ, бір театр ашатын бір жоспарларың жоқ? Мысалы, мынандай театр ашамын, онда мынандай спектакльдер болады дейді. Енді мен қазір продюсер ретінде көректі бірінші біреуін деші. жоқ, қазір мына продюсер ретінде жұмыс істеп жатқан барысында мен байқап жатырмын. Шын мәнінде өзің бір ғимарат алып, әрине қаражатың болып жатса, бір ғимарат алып, оған өзің ұнайтын спектакльдер қойып жатсаң, және оны өзің қоймай қалған күндері бос болып жатса, жалға берсең, ол да бір керемет табыс көзі екен да. Бірақ ол үшін де көп еңбек ету керек. Ол үшін де көп ұзату болса екен. Ол үшін де көп бір күнне 70 қыздар ұзатылса екен. Күйеуге шығыңыздар. Өзіміз ғой. Жалпы мен жаңағы шығарманың ішіндегі қызықты тақырыпты қозғағым келіп тұр. Жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, ата-анамен, анасы мен баласының арасындағы ерекше байланыс. Ол мысалы Европа, және жалпы батыс деп айтайықшы, батыс елдерінде ол нәрсе қалыпты жағдай болып қалыптасқан. Ал біздің елде анасы мен баласының арасындағы қалай сепарироваться ету өте қиын, бізде на самом деле. Білесіздер ме, бізде бар құндылықты ешқашан жоғалтпау керек. Өйткені бұл бастысы біздің қазақ жалпы біздің басқа мемлекетте тұратын достарым соған таңғалады. Менің айтайын дегенім, кейде аналарымыз білместіктен бәлкім балаларына өзінің қорқынышына байланысты шектеу қойып, баланың бар потенциалын шығаруға мүмкіндік бермейді. Ол мысалы шетелге жіберіп оқу деген сияқты. Тағы да басқалар, немесе жоқ, сен мен айтқан жолмен жүресің, сен мынау болмайсың, сен осындай мамандықты аласың деген сияқты мен. Сондықтан мен сол жағынан айтып жатырмын. Көңіл сал, неге қызығушылығы оятынып жатыр, неге ол мына сен берген істі істегісі келмей жатыр деген сияқты. Сондықтан сол тұрғыдан қарағанда балаларға бостандық сол жағынан берсе екен деп. Бала таңдау бере білу де керек, Иә, баланы таңдау біріншіден, екіншіден ести білу. Ол неге жақын, неге икемі бар деген нәрселерді барынша ойлау керек. Үлгілі ана деп айтайыншы, көзім тек етпесін, үлгілі ана. Шынымен ата-анамен тұрады, күшті қарым-қатынаста. Еще бір жағынан шығармашылығын жоғалтпаған, театра жұмысы бар, әншілігі бар, жұмысы бар. Жаңадан пьесаларын қойып жатыр, мысалы. Баламен қарым-қатынас қандай болу екен, оны да біледі. Күшті. Қарындастарыңыз жоқ па? Сіңлілеріңіз жоқ па? Бір-екі сіңлілеріңіз болса айтыңыз. Бойдақ па? Жақында мен бір психолог кісімен сөйлескен болатынмын. Жалпы қызық болды тақырып. Мен сұраймын да, қазіргі таңда сіз ата-енеңізбен бірге тұрып жатсыз ғой. Мысалы, келіндер мен ата-енесінің арасындағы байланыс ол қалай болу керек? Ол айтады, негізі стандарт біздің дәстүрлі тәрбие өте дұрыс дейді. Кәдімгідей келін ата-енесін сыйлау керек. Енді оған жақсы көретін жарын дүниеге әкелген, сондай қылып тәрбиелеп берген адам жақсы көру керек. Бірақ бізге басқа традициялар келіп, әртүрлі нелер еніп, кішкене басқаша пікірлер қалыптасып кеткен дейді. Азия елдерінде дейікші, жалпы осы нәрсе жақсы ғой, жаңағы ата-енемен жаңағы келіннің байланысы, махаббаты, сыйластық деген нәрсе бар. Ал батыста ол үрдіс бәрінде болмаса да, батыс осы дүниеге енді келе жатыр дейді, тәжірибе алмасады ғой. Солай дейді, Европа елдерінде көптеген психологтар соны айтып жатыр екен. То есть біз қазір енді үйретіп жатырмыз дейді. Олар енді бізге жақындап жатыр, біз керісінше солардың тәлім тәрбиесіне жақындап жатқанымыз рас. Мен өз басым бұл тұрғыда былай айтатын едім. Негізі біздің ата-бабаларымыз қалай тұрған? Киіз үйлерде тұрған. Жаңа отбасы құрылғанда олар бір киіз үйдің астында тұрмаған. Бөлек от, бөлек ошақ және бөлек қазақ үй тұрылған. Ол отбасыны түсінесіз бе? Сондықтан отбасы деп сөйтіп бөлек құрылған нәрсе. Сондықтан біздің тұрғыдан ол солай болып қалыптасқан дүние. Ал қазіргі таңда меніңше әр адам өзіне ыңғайлы вариантты қарау керек. Өйткені мысалы мен өзім ана ретінде балам бірге тұрып жатсақ, меніңше жас отбасы 1-2 жыл тұру керек.
ата енесімен. Өйткені ол біріншіден семьялық, отбасылық байланысқа енеді. Екіншіден ол сол отбасының заңды мүшесі болу үшін керекті дүние деп ойлаймын. Мысалы, олар бірге тұрғанда әр отбасы ол кішігірім мемлекет қой. Әр мемлекеттің өздерінің бір заңдары болады. Біздің отбасымызда осылай деген сияқты. Енді сен бөлек мемлекетке келген соң, сен сол мемлекеттің былайша айтқанда қойылған заңдарына, ұстақтармен былайша сіңуің керексің сол отбасына. Бір жағынан бұл жақта деген келіндер мынандай, ернелер мынандай деген сияқты емес, бір-бірін ести білу керек деп ойлаймын. Бұл жерде әрине жаңадан отбасын құрып жатқан күйеу жігітке де көп нәрсе байланысты. Салтанат ханым кәдімгі не отыр ғой? Green flag. Отбасы танушы. Бұл жерде былай кесіп-кесіп тиктокқа салсаң, қатты green flag шығарғанда. Блин, дейтін ше, блин, она такая, блин, дейтін ше, күшті. Негізі, әңгіме күшті болды, кәдімгі андай жаңа сен айтпақшы, көптеген қыздар шынымен де сіздің 4 ұлыңыз күтеді. Өскені ба? Иә, өскені күтеді. Элина бармаған сөйт осы бағдарламадан кейін. Жалпы осындай сұрақ айтпақшы. Тиктокта қазір көптеген сұрақтар жазылып тұрады ғой, осындай да сұрақ, сен солай жасар ма едің деген сияқты. Менен мынандай сұрақ. Егер қызық сұрақ деп ойлаймын. Егер сіздің 4 ұлыңыздың біреуі тура өзіңіз сияқты келін алып келемін десе, сіздің көзқарасыңыз қандай болады? Естественно, да. Себебі мендей келінім мендей болса, мен вообще қуанатын едім. Масқара. Өйткені мен дипломатпын өзімнің былай табиғатыма қарағанда мен дипломатпын. Мен ұрысу емес, керісінше дипломатично бәрін шешіп, бәріне ортақ бір жағымды бір позицияны ұстағанды жақсы көремін. Win-win ба? Өзімді де былайша айтқанда ренжітпей деген сияқты. Просто маған бір лайфхак айтыңызшы. Болашақ маған керек қой енді. Қалай бәріне үлгересіз? Бәріне үлгеру мүмкін емес. Бірақ неге сізге мүмкін ол? Маған мүмкін болу себебім, өйткені менің жақындарым мені қолдайды. Менің жақындарым менің жұмысымды түсіне отырып, мен істей алмай қалған жұмысты мен үшін істеп береді, немесе ештеңе етпейді, ол жұмысында ғой деп көзқараспен қарайды. Сондықтан да жақындарыңыздың қолдауының арқасында осындай? Иә, сондықтан өзіңе жар таңдағанда біріншіден сені толықтай түсінетін, сенің болмысыңды толықтай қабылдайтын адамды тапқан жөн болар деп ойлайтын едім. Әсіресе қыздарға. Жалпы қыздар болашақ жарын кездестіргенде, бір көргенде құлай ғашық болып қалған сезім, ол әдетте дұрыс емес. Керісінше бір көргенде ұнатпай қалған жігіт түбінде жақсы бір партнер бола алады. Міне. Мына бір басқаша совет болды. Бір ерекше совет болды. Әсе бәрі бір көргенде мен онша не қыла бермейді, ұнатпайды, содан кейін жақсы көреді деген. Бәріңе үйленемін десе. Бәріңе жетем дейтіндер ғой. Спектакльге оралайық. Өзіміз ғой бағдарламасының көрермендеріне не себепті Зылиха осы спектакліне келу керек? 3 плюсы, немесе одан да көп плюс болса айта берсеңіз болады. Біріншіден ол қоғамдағы қыздың орны. Әйел адамның қоғамдағы орны. Бұлайша айтқанда дұрыс феминизм. Осыны айтыңызшы. Бұл дүниемен еркек жандарға біз осылай қарсы тұрамыз деген нәрсе емес. Біз керісінше барынша сіздердің айтқандарыңызға иланамыз. Тек сол дәрежесі дұрыс болса екен, айтылуы дұрыс болса екен деп. Күшті. Міндетті түрде бару керек па? Это всего лишь алғашқы себеп. Бұл бірінші себеп, және де бұл әшейін ауызбен айтып отырғанда осындай эмоция беріп жатыр, ал үлкен театр сахнасында мүлде басқа эмоциямен бұйырса көретін боласыздар, жеткізілетін болады. Жақын арада Салтанат ханымның Инстаграм парақшасынан міндетті өткізілетін жері шығады, билет алатын жері шығады. Сол жүйеге кіріп аласыздар, міндетті түрде барып көріңіздер. Зылиха спектаклі өте қызық болатын сияқты. Тұрмысқа шықпаған қыздар міндетті түрде барыңдар, ал тұрмысқа шығып қойғандар сендер обязательно барыңдар. Салтанат ханым, студиямызға келгеніңізге үлкен мынандай рахмет сізге. Шын біздің ұсынысымызды қабылдағаныңызға рахмет. Алдағы жоспарларыңызға тек қана сәттілік тілейміз. Және де сізді халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Және де әрдайым көңіл күйіңіз көтеріңкі болсын. НТК арнасымен бірге әрине. Және де күліп жүріңіз, езуіңізден күлкі кетпесін, өйткені сізге күліп жүрген жарасады. Және де осы орайда өзімнің сүйікті жарым,
мерекеңмен. Мама сізді жақсы көреді. Жында кет. Салтанат ханым, барша нәзік жандыларды, нәзік жанды аруларымызды осы мерекемен құттықтаймыз. Құрметті қыздар, сіздерді мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Тек 8 наурыз күні емес, өмірлеріңіздің әр күні махаббат пен жақсылыққа толы болсын дегім келеді. Керемет, күшті. Рахмет келгеніңізге. Бүгін бізде студиямызда қонақта болған Салтанат Бақаева. Өзіміз ғой.